Сәлем баршаңызға, сіздермен Сәндігүл. Бала кезімізде ең сүйікті қуыршақтарымызды дайындайтын боламыз, яғни мини қуыршақты дайындайтын боламыз. Ең алдымен менің каналыма тіркеліп, қоңырау батырмасын басуды ұмытпаңыздар. Кеттік. Бізге осындай атсызымызға осындай 100 грамм сары майымызды ертіп алып қоятын боламыз, және де оның үстіне осындай 100 грамм шекерімізді салып, жақсылап араластыратын боламыз. Жақсылап араластырғаннан кейін, осылай үстіне 80 грамм сүтімізді құятын боламыз. 80 грамм сүтімізді құйғаннан кейін тағы да жақсылап араластырып, оның үстіне осылай бір жұмыртқамызды салып, жақсылап тағы да араластырып алатын боламыз. Жақсылап араластырып болғаннан кейін цвет осындай цветте болады. Міне көріп тұрғандарыңыздай. Ары қарай осындай ұнымызға, яғни менде 200 грамм ұнымызға осылай ас содамызды салып, шай қасықпен одан кейін атысымызды салып, қолымызбен осылай жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Қамырымызды илеп болғаннан кейін оны осындай селофанға салып, жарты сағатқа холодильникке қоятын боламыз. Холодильникке қойғаннан кейін осылай ұнымызды сеуіп, қамырымызды әкеліп осылай орналастырып, осылай оқтауымызбен жайлап қамырымызды жаятын боламыз. Қамырымыз тым жұқа да емес, тым қалың да емес болу керек, орташа болу керек. Одан кейін осылай қамырымызды осылай жайып болғаннан кейін, осылай мен үйдегі осындай фужердің көмегімен осылай дөңгелек пішінді жасап шығардым. Егер сіздер қуыршақтардың үлкен болған қаласаңыз, үлкен касемен жасасаңыздар болады. Мен өзім осындай мини кішкентай ғана қуыршақ дайындау мақсатында осылай бокалмен жасап шықтым. Осылай барлығын өткізіп болдым. Міне қалыңдығы дәл осындай болу керек. Одан кейін 180 градус температурада алдын ала қыздырып қоясыз пештеріңізді. Осы 180 градус температурада осы қуыршақтарымызды 20-25 минутқа пісіріп алатын боламыз. Міне достар, жасап көріңіздер, өте жұмсақ болып шығады. Балаларыңызға өте ұнайды. Рахмет, сау болыңыздар, ас болсын.